Құжат өткізу, анықтама алу немесе мемлекеттік қызмет пайдалану кезінде кейде адамдар тезірек бітіргісі келеді. Сол сәтте таныс арқылы шешейік, ақысын берсең жылдам болады, ресми кезекті күтпей-ақ қояйық деген ұсыныстар пайда болуы мүмкін. Егер заңсыз фактілерді тіркеген болсаңыз, 1424 нөмірі бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметіне жүгініңіз. Құжат тапсырғанда бірнеше ережені сақтаңыз. Қызметтің ресми сайттағы немесе мекемедегі тәртібін тексеріңіз. Төлем болса, тек ресми касса, банк немесе электронды жүйе арқылы төлену керек. Қолма-қол бейресми ақша бермеңіз. Құжаттың қабылданғанын растайтын түбіртек, хабарлама немесе тіркеу нөмірін сақтап қойыңыз. Ресми жол кейде баяу көрінуі мүмкін, бірақ ол сенің қауіпсіздігіңді, құқығыңды және әділдікті қорғайды. Құжатпен анықтама алуда дұрыс таңдау, бәрін заңды, ашық және ресми түрде жасау.